қайда кетіп жатырмын. Қайтадан бірге келдік. Көтерілген жоқ мынау. Я говорю, не работает. Мынау аурухана. Жаркент қаласының ауруханасы. Мынандай табло тұр, бірақ не үшін екенін түсінбедім, өйткені басқа ештеңе көрініп тұрған жоқ, ол табло жұмыс істейтін дейді. Бұл жерде кондиционер жоқ екен. Ана терезенің алдында тұрсаң жақсы, жел соғып тұр. Ортасына барып едім, өте жаман қапырықты. Соны қайтып келе жатырмын. Шілде 2025 жыл. Бағана мына лифтқа отырып, бірінші қабаттан жоғарыға шыға алмай қалып едік, енді екінші қабатқа мынамен шыққанбыз. Сөйтсек айтады, мынау істемейді, өйткені мынау істемей тұр, кнопкасы. Енді анау түсу керек, ол мүлдем жұмыс істемейді. Енді бізге төмен немен баспалдықпен түсуге тура келіп тұр ғой. Істемей тұр ма? Иә, істемей тұр ғой. Мынау көтерілмейді ғой. Ертеңгісін шығып тұрған, одан кейін жылдан бір рет істемей қалыпты. Сол ойда істемей тұр ғой. Жарайды, ондай болса. Иә, біз басқа бағана отырып едік, көтерілмей қойды, қамалып қалды. Армысыз? Армысыз? Ол кісі кім? Ол кісі жоқ, мен түсіндім, ал кім ол? Директор, реанимацияда. Қашан болады екенін білмейсіздер. Кедейі сол жақтан албаста бар. Түске дейін? Сол жерде болды. Операцияда болды, реанимация. Орынбасары. Келеді. Қашан қазір? Қазір шығып кетті ғой, қазір келеді. Кутерова, Алиям, Алтынай, Алтай қызы деген екен. Қазір кірейік. Үйтіп ұрыспай, бізге дұрыстап айтыңыз. Енді сіз кіргенде шығып кетті ғой, азып Біз білмедік қол кісінің орынбасары екенін. енді осында. Енді соны дұрыстап айтсаңыз, соны звондап айта салмайсыз ба? Кісілер келіп тұр, қашан келесіз деп сұрай салсаңыз болады ғой. Осында ғой енді, осында. Осында болғанда ол 2 сағатқа кетіп қалған шығар, жарты сағат кетіп қалған шығар. Біздің уақытымыз жоқ қой. Қазір келеді. Соны сұрай салыңыз, хабарласып айтыңыз. Кісілер келіп тұр, қашан келесіз, күтейік па, күтпейік па деген сияқты. Ренжіп керек емес. Түкіндеп сөйлеп те керек емес. Сопровождение келсін бізге. Мына жерде жұмыс істейді екен лифт.